Қайырлы күн. Бізге тригонометриялық теңсіздіктен және теңдеуден құралған жүйе берілген. Бұл жүйені шешу үшін біз теңсіздіктің және теңдеудің шешімдерін алып, олардың біріккен аймағын аламыз. Олардың бірігуі әрине нүктелер болады. Енді ол қандай нүктелер, оны анықтап көрейік. Ол үшін бірінші теңсіздікті шешу үшін біз синус х-ті бір а деп белгілеп алайық. Өзімізге ыңғайлы болу үшін. Сонда бізде 2а квадрат минус а минус 1 кіші нөлден теңсіздігі шығады. Дискриминант табатын болсақ, дискриминанттың шешімі бір азайтылған 2 көбейтілген минус 1 көбейтілген 4. Бізге 9-ға сәйкес келеді. Енді а бір а2-ні анықтайық. А бір а2-ні анықтау үшін формуламен жазатын болсам, 1 қосылған азайтылған 3 бөлінген 4. А бірдің жауабы 1-ді 3-ке бөліп 4-ке бөлсек 1 шығады, ал екінші жауабы 1-ден 3-ті алсақ минус 2, минус 2 4-ке бөлсек минус 0,5. Енді бұл басындағы, яғни біздің белгілеп алған квадрат теңсіздігіміздің шешімі 0-ден кіші болғандықтан, бұл жерде осы екі санның аралығы жауап болады екен, минус 0,5-тен 1-ге дейін. Енді біз тригонометриялық квадрат теңсіздікті шешу үшін біз бірлік шеңберді қолданайық. Синусты алайық. Және синус бізде y көсептемесіне сәйкес келеді. Енді минус 0,5 бізде осы жерде және 1 жоғарғы жақта анықталады. Осы екі санның аралығы болғаннан кейін біз қандай нүктелер сәйкес келеді? Минус 0,5-те мына жерде, яғни минус пи бөлінген 6 деп алсақ болады, және екінші мәні минус 7 пи бөлінген 6. Енді теңсіздігіміздің шешімін жазу үшін біз сағат тіліне қарсы бағыт аламыз. Яғни минус пи бөлінген 6 плюс 2 пикадан пи бөлінген 2 плюс 2 пикаға дейін, және әрі қарай жалғасады. 2 пи бөлінген 2 плюс 2 пикадан 7 пи бөлінген 6 плюс 2 пикаға дейін. Ал аралықты белгілеп қояйық. Енді біз екінші теңдеуімізді шығарамыз, және оның жауаптары осы біз анықтаған аралыққа енеді ме деген сұраққа жауап береміз. Олар енсе біздің жауабымыз болады жүйенің, ал енбесе жоқ болады. Синус х-ны пиден ашып жазайық. 2 синус х косинус х минус косинус х тең 0-ге. Косинусты жақсы жақтарына шығарып жіберсек, 2 синус х минус 1 тең 0-ге. Жеке-жеке 0-ге теңестірейік. Косинус х тең 0-ге. Және 2 синус х минус 1 0-ге тең. Бұдан синус х бірді оң жаққа шығарамыз, 12-ге бөлеміз, 0,05 болады. Енді косинус х 0-ге тең. Косинус х бізде ол х өсі болады. 0-дегі мәнінде бізде бірінші жүйенің шешімі анықталмаған. Сондықтан бұл жауап бізге алынбайды. Ал синус х тең 0,05 ол бізде осы мәнде сәйкес келеді осы жерде. Яғни мынау біздің жауабымыз болады. Яғни жалпы жүйенің шешімі минус 1-дің n дәрежесі пи бөлінген 6 плюс pn, бұндағы n бүтін сан деп шешімді аламыз. Назарларыңызға рахмет.